Мен Есекенов Тұрылған Түрксіб жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы. Сіздерге өз музейімді таныстырсам. Ал бұл біздің музей. Біздің музей 7 бөліктен тұрады. Ал ендеше сол 7 бөлікті сіздерге таныстыра өтсем. Ал ендеше біздің көрмеміздің бастауын ауылым алтын бесігін бастайды. Бұл жерде өздеріңіз суретте көріп тұрғандай, бұл біздің ауылымызды басқарған әкімдер. Ал және орталық саябақ. Бұл біздің ауылымыздың 70 жылдығына орай салынған орталық саябақ. Ал бұл жерде өздеріңіз фотода көріп тұрғандай ескерткіш. Бұл ескерткіш ұлы жеңіске арналған ескерткіш. Әр жыл сайын бұл ескерткіштің қасында адамдар гүл шоқтарын қалдырып шеру жасайды. Ал бұл біздің әз-наурыз. Әз-наурызды біз өзіміздің ауылдастарымызбен бірге дүркіретіп тойлаймыз. Мұражайдың ортаңғы бөлігіне келетін болсақ, бұл жерде мектеп кеше бүгін және директорлардың галереясы ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға атты ортаңғы бөлікте. Бұл жерде ендеше басынан бастап қарайтын болсақ, директорлардың галереясы. Бұл жерде біздің мектепті басқарған директорлардың суреттерін көрулеріңізге болады. Ал және 1986 жылы 1 қыркүйекте біз өзіміздің мектептің ашылу салтанаты болған болатын. Және сол жылы 86 жылы біз өзіміздің мектептің паспортын алған болатынбыз. Ал және осы біздің сіздерге түсіріп жатқан мұражайымыз 2007 жылы салтанатты түрде ашылу салтанаты болды. Ал және бұл жерде көріп тұрғаныңыздай біздің оқушылардың жетістіктері және өзіміздің мектепке келген қонақтарымыздың фотолары жайғастырылған болатын. Ал ендеше біздің дәстүрмен, нумизматикамен құжаттарға өздеріңіздің көңілдеріңізді аударуыңызды сұраймыз. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға. Бұл жерде біздің ұстаздарымыздың қазіргі кезде зейнетке шығып кеткен ұстаздардың фотолары және өздерінің адал еңбегін істеген ұстаздар. Ал бұл жерде сіздер біздің оқушылардың алған грамоталарының куә болып отырсыздар. Елесіне, сіздер бұл жерде 1941 мен 1945 жылы Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлерді көре аласыздар. Ал бұл олардың сол жылдар алған медальдары мен төсбелгілері. Әскери бір өмір. Бұл жерде сіздер біздің осы мектебімізден түлеп ұшқан ағаларымызды көре аласыздар. Ал бұл солардың осы мектепке мұра болып қалдырып кеткен заттары мен медальдары. Басын. Көрмемізді таныстыңыз. Соңғы біздің көрмемізге қош келдіңіз. Ал ендеше бұл жердегі сіздердің экспонаттармен таныстыра өтсек. Әрбір салт аттының өзімен бірге алып жүрген дорбасы. Жеті қазынаға кірген біздің домбырамыз және әрбір қазақтың үйінде болатын қамшы. Ал бұл біздің алтын адамнан қалған әшекей бұйымдар және сол кездері өздерінің заттарын сақтап жүрген сандық. Ал бұл біздің таза түлкінің терісі. Ал бұл біздің сонау өзінің хан екенін дәлелдеген Абылай ханның суреті. Ал бұл біздің бесік. Әрбір баланы осы бесікте тәрбиелеп өскен қазақтың балаларының бесігінде осы біздің мұражайға қояйық деп шешкенбіз. Ал бұл біздің қасқырдың терісі. Қасқырдың терісі сонау таза терілердің бірі болып саналады. Бұл жаңағы домбыра жеті қазынаға кірген сонау өзіміздің жерлесіміз Семейден шыққан дарынды ақындардың бірі Абай Құнанбаев. Бұл біздің қазақтың көйлегі мен қазақтың ерлері киетін шапандардың бірі. Бұл біздің қазіргі қазақтың бір шаңырағымыз. Ал бұл біздің сонау өзіміз білетіндеріңіздей біздің қазақ халқы ол көшпенді халықтардың бірі. Және бұл соның кигіз үйі. Дөңгелек столда бұрында қазақ атамыз шай ішіп демалған болатын. Сіздердің көрермендер, сіздерге рахмет. Менің мұражай тарих айнасы атты таныстыруға назар аударғандарыңызға рахмет.